Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін осындай шиеден тосап дайындайтын боламын. Ең алдымен қажетті мөлшердегі шиенің барлығын жуып тазалап алдым. Одан кейін дайындап қойған қанттың жарты бөлігін осылай салып, бір араластырып алғаннан кейін қалған бөлігінің барлығын салып, бетін жауып 6-7 сағатқа қоятын боламын. Бұл тосапқа қажетті ши мен қанттың толық мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Алты 7 сағат өткеннен кейін шиені баяу отқа қойып, қант толықтай ерігенше осылай араластыратын боламын. Яғни араластырмасаңыз қанты толық ермегендіктен астына жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен араластырып отыру қажет. Тосап бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін 5 минуттай қайнатып, осылай көбігін алып тастайтын боламын. Тосапты бір қайнатып алғаннан кейін толық суығанша 6-7 сағатқа қалдырамыз. Мен бұл жерде бір түнге қалдырдым. Тосапты екінші рет қайнаған кезінде де тағы да 5 минуттай осылай араластыра отырып қайнататын боламын. Тосап 5 минут қайнағаннан кейін астындағы отын өшіріп, жарты сағатқа қақпағын жауып қоямын. Содан кейін барып осылай көбіктерін алып тастаймын. Одан соң толық суығанша тағы да 6-7 сағатқа қалдырамын. Тосапты 3-ші рет отқа қайнатуға қойғаннан кейін банкілерді және қақпақтарды осылай монтоваркада стерильдеп алдым. Тосап қайнағаннан кейін 5 минуттай қайнатып, астындағы отын өшіріп, 20 минутқа қалдырып, содан кейін барып осылай бетіндегі тағы да шыққан көбіктерінің барлығын алып тастаймын. Көбігін алып тастағаннан кейін осылай барлығын стерилденген дайын тұрған банкілерімізге құйып, қақпағын жақсылап жауып, және де суығанша төңкеріп, үстінен қалың матамен орап қоятын боламын. Сіздер де осы рецептпен шиеден тосап дайындап көріңіздер. Және де осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, төменге пікір жазып, және достарыңызбен бөлісіп, менің YouTube арнама тіркелуді